Сәлеметсіз бе? Рухани сторителлинг тыңдап тұр. Менің бірнеше сұрақтарым бар еді. Дәреттің неше түрі бар? 3 түрі бар. Біріншісі дененің таза болуы. Тазалық иманның жартысы деген хадис шәріпте. Асыл рух таза тәннің ішінде құлшылыққа құштар болады. Дене дәретсіз болса, асыл рух жиіркеніп, жиырылады. Рух шіркін, қайраттанып, сілкініп, үнемі сергек тұрмаса, нәпсінің уыты көңілге тез тарайды. Екіншісі, жүректің тахараты. Ет жүректе кібірлік болмауы тиіс. Өзіңді өзгеден артық көретін, астамшыл ойдың көкірекке енуі жол бермеу керек. Жүрек таза болмаса, оны тәкаппарлық былғайды. Көңілдің көзін қараңғылық пердесі қаптайды. Үшіншісі, тіл дәреті. Өсек әңгіме мен жалған, бос сөзден тілді пәк ұстау шарт. Момынның іші тазармай, ісі де ағармайды. Жан бақшасында Алланың бұлбұлы сайрамайды. Сондықтан хақтың жолын таңдаған момындар денесін ысқылап жуғанға мәз болмауы тиіс. Көңілін кір басқан мұсылманға Алланың парыздары салмақ болып сезіледі. Құлшылықтан рахат алудың орнына азаптанып қиналады. Көңілдің кірі кетпей, хақтың нұры жүректің көзін ашпайды. Тазалық тән мен жанда қатар жүруі керек. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.